негізі 11-ші пара мынау Худ сүресінің 5-ші аятымен бітеді. Енді бірақ бұл 5 аятты ертеңгі параға қосып сүренің басынан бастағанды жөн көрдім. Бүгінгі оқыған парамыз 11-ші пара. 11-ші пара бізде бір 6 беті Тәубе сүресінен, кейін ары қарай 14 беті Юнус сүресінен, яғни Юнус сүресін қамтыған. Енді бұл 11-ші парада не делінген жалпы? Қысқаша қандай аяттар бар, соған тоқталып кетсек. Мынау бірінші бетінде Алла тағала сол шайқас мәселесіне қатысты мұнафиқтердің, екіжүзділердің орынсыз әр нәрсені сылтауратып қатыспау үшін сұранатындықтарын айтады. Одан кейін арабилардың мәселесін көтереді. Одан кейінгі келесі бетте 100-ші аятта Тәубе сүресінің Алла тағала жалпы Алланың разы болатын жолы. Бұл Құранда Алла тағала айтқандай: «Уассабиқуна ал-аувалуна минал мухаджирина вал ансар». Әуелгі өткен алғашқы мухаджирлер, ансарлар деді. Мухаджирлер Меккеден Мәдинаға хижрат жасағандар. Ансарлар соларға жәрдем беріп, соларды қарсы алып, үйлерімен, дүниелерімен бөліскендер. «Уаллазина аттабаухум биихсан». Және соларға жақсылықта, ізгілікте ергендер деді. Міне соларға Алла разы болды, олар Аллаға разы болды. Және Алла тағала оларға астарынан өзендер ағатын, олар оның ішінде мәңгі болатын жәннаттар әзірледі деді. Яғни Алла тағала разы болатын жол бұл мухаджирлердің жолы, ансарлардың жолы. Енді біздің ешқайсымыз мухаджир бола алмаймыз, ансар бола алмаймыз. Неге? Өткені ол кісілер өтті кетті. Енді үшінші жол бар. Бұл сол кісілер секілді шынайы ықыласты болу, сол кісілер секілді дінге қызмет қылу, сол кісілер сияқты Алланы жақсы көру, пайғамбарын жақсы көру, діннің жолында құрбан болуға сол кісілер сияқты дайын болу, дүниемізді, мал-мүлкімізді Алла жолында сарп етуге, құрбан қылуға дайын болу. Міне, сол ансарлардың, мухаджирлердің жолы. Алла тағала айтып жатыр: мухаджирлер, ансарлар және соларға ізгілікпен ергендер дейді. Соларға Алла разы болды, және олар Аллаға разы болды. Сондай Алла тағала астарынан өзендер ағатын, ішінде мәңгі қалатын жәннаттар әзірледі дейді. Енді Құран жаттап жүргендерге осы жерде бір мәселе. Өзі Құранда көптеген жерлерде «Жәннатин тәжри мин тахтихал анхар» деп келеді. Көбінесе «Жәннатин тәжри мин тахтихал анхар» деп келеді. Енді кейбіреулер сол тіліне жатталып қалғандықтан да мұны аятты оқығандан кезде де бірден ой сол тілге жатталған нәрсеге кетіп қалады да, сөйтіп «Уа'адда лахум джаннатин тәжри мин тахтихал анхар» деп жаттап кетіп жатады. Бірақ бұл жерде «Уа'адда лахум джаннатин тәжри тахтахал анхар». Мин тахтиха емес, тахтахал анхару халидина фиха абада. Алла тағала арабилар деген бедуиндер ғой енді. Солар жайында айтады: «Ва мимман хаулякум минал а'раби мунафиқун ва мин ахлил Мадина». Сенің төңірегіңде арабилерден және кейбір мәдиналықтардың арасында мунафиқтар бар дейді. Сен оларды білмейсің, біз білеміз дейді. Одан кейін «Ва ахаруна атарафу би зунубихим». Және сондай адамдар бар. «И'тарафу би зунубихим халату амалан салиха ва ахара сайиа». Олар ізгі амалдармен жаман амалдарды араластырып жіберді деді. «Асаллаху айятуба алейхим». Бәлкім Алла олардың күнәләрін кешірер. «Инналлаха ғафуру рахим». Алла кешірімді, мейірімді дейді. Енді осы жерде қарап отыратын болсақ, Алла тағала күнәләрін мойындағандар және олар жақсы амалдар мен жаман амалдарды араластырып жібергендер дейді. Адам жалпы Алланың құзырында адамның жақсы амалы да есептеледі, жаман амалы да есептеледі. Алланың құзырында жақсы адам бұл
жамандығынан жақсылығы басым болған адам. Демек, мысалы, оның 49% жамандығы болып, 51% жақсылығы болатын болса, ол Алланың құзырында жақсы адам. Сөйтіп, 49% күнәсімен ол таразысы басқандықтан да жәннатқа кіреді, жақсы адам ретінде. Бұл бізге нені үйретеді? Бұл бізге, егер Алланың құзырында сол жақсылығы басымырақ болған, жақсылығы көбірек болған адам жақсы адам болып есептелетін болса, онда біз неге адамдардан кінәсіз болуды, адамдардан қателіксіз болуды талап етеміз? Біз де адамдарды сол қатесімен, күнәсімен, кемшіліктерімен қабылдауымыз керек. Бастысы, оның жақсы жағы басым болса, оның әйтеуір ниеті шынайы болса, ықыласты болса, міне сол адам жақсы адам. Сол үшін де біз өзіміз кәміл толық емеспіз, өзіміз кемшіліксіз емеспіз, өзіміз қателіксіз емеспіз. Солай бола тұра адамдардан бізбен мәмілесінде қателеспеуін, кемшіліктер жібермеуін талап етеміз. Алла тағала олар ізгі амалдар мен жақсы амалдарды араластырып жіберді, Алла олардың күнәләрін кешірер дейді. Сол үшін де біз де адамдарға, пендеге солай мәміледе болуымыз керек. Одан кейін Алла тағала 103-ші аятта пайғамбарымызға «Хуз мин амуалихим садақатан тутаххирухум ва тузаккихим биха ва салли алейхим». Олардың дүниесінен зекетін ал дейді. Зекетін алу арқылы сен оларды тазартасың, олардың дүниелерін тазартасың дейді. Енді бұл жердегі сөздің мағынасына, яғни олардың жүректерін сараңдықтан тазартасың дейді. Адам сараңдықтан қалай тазарады, қалай арылады? Сараңдықтан дүние мал сарып етуді әдетке айналдырумен, үйренумен, және олардың дүниелерін харам болып қалудан тазартасың дейді. Демек, адам зекетін берген кезде, зекет деген бұл екі мағынаны білдіреді. Зекет деген сөз, бірі көбею деген мағынаны білдіреді, екіншісі тазалану дегенді білдіреді, тазару дегенді. Демек, сіз зекетіңізді берген кезде, бір жағынан сіздің дүниеңіз көбейеді, өйткені Алла тағала сіз ол дүниенің шүкіршілігін өтегендіктен тағы да еселеп береді. Дүниеңіздің, малыңыздың берекесін береді. Біріншіден, екіншіден, дүниеңізді харам болып қалудан тазартады зекет. Егер уақыт келіп, сіз зекетіңізді бермесеңіз, онда дүниеңіз харам дүниеге айналып кетеді. Және сондай-ақ сіздің Алла тағала жүрегіңізді сараңдықтан тазартады. Неге? Өйткені адам беріп үйренсе, беру арқылы сараңдықтан құтылады. Одан кейін мынау 105-ші аятта Алла тағала «Ва қули амалу фасайараллаху амалакум ва расулуху вал муъминун». Біз өткенде оқып берген аят, пайғамбарымызға айтады: «Айт, ей Мұхаммед» деді, «Амал етіңдер, амалдарыңды Алла көреді, Алланың елшісі көреді, және мұъминдер көреді» деді. Енді осы аяттың тәпсірінде Ибн Касир деген үлкен тәпсір ғалымы имам Абу Дауд ат-Таялиси рахимахуллахтан мынандай хадис риуаят етеді. Мархум болған, о дүниелік болған ізгі адамдарға тірі жүрген туысқандарының амалдары көрсетіледі. Егер жақсы болса, олар қуанып, «Я Алла, осы жолда менің ұрпағымды тұрақты ет» деп дұға қылады. Егер амалдары жаман болатын болса, бұларды хидаятқа бастамай, тура жолға салмай, жандарын ала көрме деп дұға жасайды дейді. Және ол кісі мынандай тағы бір риуаятты келтіреді. Абдулла ибн Рауаха деген сахаба болған, сол сахабаның балалары, немерелері ол кісі дүниеден өткеннен кейін мынандай дұға жасайды екен: «Я Алла, бізді Абдулла ибн Рауаханың алдында жүзіміз қара болатын, жүзімізді төмен ететін күнәлардан сақта» деп дұға жасайды екен. Яғни біздің сол Абдулла ибн Рауаха атамызға, ізгі адамдарға біздің амалдарымыз көрсетіледі, сол кезде солардың алдында біз қара бет болып қалмайық деп осылай дұға жасайды екен. Демек, ізгі о дүниелік болған адамдарға олардың туысқандарының артында қалған амалдары көрсетіледі. Яғни амалдар дегенде бұл жерде сол бүгінгі, мысалы бүгін оның сауабы басымырақ болды, бүгін күнә істеді деген сияқты осылай осындай амалдар көрсетіледі. Деталь емес, яғни бүгін ол мысалы базарға барды, 2 килограмм картошка алды, 3 килограмм помидор алды деп олай көрсетілмейді, ондай амалдар емес. Жалпы яғни құлшылық мәселесінде, күнә мәселесінде, міне бүгін
күні жақсы өтті, өйткені бүгін Аллаға жақындады, бүгін сауапты амал істеді деп, немесе күнә істеген болса, бүгін күнә істеді деп солай көрсетіледі. Сол кезде олар дұға жасайды. Одан кейінгі бетте Алла тағала мұсылмандардың арасын бөлу үшін мұнафиқтар өзара бірігіп бір мешіт тұрғызады. Мешіт тұрғызып, сол мешітте әрдайым фитна шығарамыз, мұсылмандарды жанжалдастырамыз, сөйтіп мұсылмандарды әлсіретеміз деп өздерінше жоспарлайды. Кейін Алла тағала пайғамбарымызға ол мешітті жаман ниетпен олардың соққандықтарын, тұрғызғандықтарын, оны істеген арқасында, оның артында тұрған мұнафиқтер екендігін білдіріп, уахи арқылы ол мешітте намаз оқымауға, ол мешітті бұзып тастауға бұйырды. Енді бұл жерде бұған негізделіп ешқандай мешітті бар, мынау мешіт жаман мешіт, мынау мешіт фитна мешітті бұзуға болмайды. Өйткені бұл пайғамбарымыздың өзіне Алланың уахиімен болған нәрсе. Алла уахи етіп, періште арқылы білдіріп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға сондай Алла тағала бұйрық берді. Ал бізге қатысты, ол бізге ешқандай Жибрил алейхиссалам келіп жатқан жоқ. Алладан біз ешқандай бұйрық ала алмаймыз, пайғамбар емеспіз. Сол үшін бізге бұл нәрсе рұқсат емес. Одан кейін енді кім жақсы дейді? Ғимаратын тақуалыққа, Алланың разылығына негіздеген адам ба, немесе әлгі сондай бір құлап кететін бір жардың шетіне, содан құлап кетіп тозаққа түсетін солай ғимаратын тұрғызғандар жақсы ма дейді. Яғни бұл жерде мысалы мешіт салды ма, Алла разылығы үшін салды біреу, ал әлгі мұнафиқтер жаман ниетпен салды, соның қайсысы Алланың алдында қайырлы дейді. Одан кейін әлгі жаман бұзық ниетпен Алланың үйін мешіт тұрғызғандар жайында айтады. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. Яғни Алла былайша айтқанда олардың ниеттерін әшкере етіп, олардың жүрек қалай аударсақ болады, бұл жерде кішкене аудару қиындау болып тұр. Енді былайша айтқанда олардың ғимараттарын Алла тағала тас талқанын шығартты пайғамбарымызға. Енді бір қызығы мынау осы жерде есіме түсіп отыр. Кейбіреулер бар. Енді Құранда жалпы бар ғой, ол нәрсе жоқ деп айта алмаймыз, себебі кейде бір таңқаларлық қызық мәселелер кездеседі. Цифра мәселесінде, Құрандағы сан мәселесінде. Кейде кейбір нәрселерді қарасаңыз, шынында да бір қызық кездеседі. Сәйкестік, мысалы дүние деп Құранда бір 70 рет айтылса, іздеп қарасаң ақирет деп 70 рет айтылады. Мысалы, енді бұл нақты сан емес, мен мысал ретінде келтіріп жатырмын. Мысалы, қиындық деп 80 рет айтылса, сабырлық деген сөз тура солай 80 рет айтылады. Сондай бір сәйкестіктер Құранда кездеседі. Енді Алланың кітабы ғажайыпқа, сырға толы. Енді біреулер мынау Алла тағала олардың ғимаратын бұзды, ғимаратын бастарына құлатты деп осы аятта келіп жатыр ғой. Соған олар мынандай деп, 11 сентябрьде 2001 жылы Америкада жарылыс болып, ұшақ келіп, үлкен екі ғимаратқа кіріп кетті ғой, білесіздер ғой, сөйтіп ғимарат құлады. Сол кезде олар осы аятты алып, мысалы 11-ші пара ма, біздің оқып жатқанымыз 11-ші пара. 11-ші пара. Одан кейін сүре бізде қаншасыншы сүре еді. Так. Сүренің номерін қарап көрейікші. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Тәубе 9-шы сүре. Оқып жатқан парамыз 11-ші пара. Сонымен міне 9-шы ай, яғни сентябрь 11-ші пара, демек 11-ші сентябрь. 9 дегеніміз сентябрь айы, 9-шы ай, 11 дегеніміз сол жұлдызы. Демек Алла тағала мына жерде сол әлгі олардың ғимаратын басына құлатты, анау-мынау деп осы жерде соған ишарат жасап жатыр деп осындай бір қызық дүниені шығарған кейбіреулер. Бірақ негізі енді менің өзімнің пікірім, бұл жерде
бұл мұсылмандардың зиянына болды. Өйткені ол ғимараттың бұзылғанынан, ғимараттың құлағанынан олар жеңілген жоқ, керісінше соны сылтауратып біраз мұсылман елдеріне қайта кірді. Одан кейін 111 аятта Алла тағала Алла мұъминдерден жандарын, малдарын сатып алды, есесіне оларға жәннат бар деп осындай, яғни Алла тағаланың жолында адам жанын, малын сарп ететіндігін айтып жатыр. Одан кейін мынау 118 аятта бүгін оқыған Алла тағала соғыстан үзірсіз қалып қалған 3 сахаба жайында айтады. 3 сахаба соғыстан үзірсіз қалып қалды. Соғысқа бармай қойды. Бұл сахабалармен бірге мұнафиқтер де бар қалып қойған. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам шайқастан келгеннен кейін, Табук шайқасы болу керек. Табук шайқасынан келгеннен кейін мұнафиқтар келіп үзірлерін айтты. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам олардың мұнафиқ екендігін біледі. Сөйтіп оларға көп ешнәрсе айтқан жоқ. Жарайды, жақсы, солай болса жақсы, ешнәрсе етпейді деп олардың үзірін қабылдады. Енді мынау 3 сахаба, бұларда ешқандай үзір жоқ. Бұлар мұнафиқтерден емес. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға келіп, я Расулалла, біз ешқандай бір үзірсіз, яғни бізде ешқандай қалуға тұрарлықтай себеп жоқ, бірақ шайқасқа сенімен бірге бармай қалып қалдық деп күнәларын мойындайды, қателіктерін мойындайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам енді бұлар мұнафиқтер емес, бұлар тазару керек. Сөйтіп жақсы, Алла тағаладан бір белгі болғанша сендердің мәселелерің қараймыз, көреміз, бір белгі болсын дейді. Сөйтіп Алла тағаладан уахи келмейді. Пайғамбарымызға бұл мәселеге байланысты адамдармен араластырмай қояды. Ешкім араласпай қояды олармен. Кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тіпті әйелдеріне де күйеулермен араласпаңдар дейді. Тек қана арасындағы біреуі жасы енді ұлғайған болады, өзінің қызметіне қатты жарамайды, сөйтіп оған рұқсат береді. Қалғандарына рұқсат бермейді. Былайша айтқанда жалғыз өзі қалады. Яғни қоғам оларды өзінен кесіп тастайды, оқшаулайды. Былайша айтқанда қарым-қатынас түгелдей үзіледі. Алла тағала бұлар жайында айтады: «Хатта иза дақат алейхимул арду бима рахубат ва дақат алейхим анфусухум». Сондай кең жер оларға тар болып кетті дейді. Жүректері қысылып кетті дейді. Енді ойлап қараңыз, бүкіл мұсылмандар олармен араласпайды, сәлем бермейді, араласпайды, мешітке барады, намазға қатысады, пайғамбарымызға ұрланып қарайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам оған көзін салмайды. Айтады: пайғамбарымыз маған қарайды дейді. Бірақ мен қарасам, менен көзін алады деп, осы оқиғаны риуаят етіп берген сахаба айтады. Солай қиын жағдайды олар бастан кешірді. Шамамен 50 күн уақыт олар осылай жүрді. Соның арасында дін дұшпандарынан бұларға жасырын агенттер келіп, сені Мұхаммед осылай ренжітіп жатыр екен, бір соғыстан қалғаныңа саған осындай өте бір қатал шешім қабылдап осылай жазалап жатыр екен, одан да бізге кел, бізде сен құрметті боласың, сені үйтіп қинамаймыз деп исламнан шығаруға тырысты. Ол сахабалар бас тартып, жоқ деп оларды қуып жіберді. Сөйтіп соңында 50 күн өткенде шамамен Алла тағала осы аятты түсірді. «Thumma taba alayhim liyatubu innallahu at-tawwabur rahim». Алла тағала олардың тәубелерін қабыл етті. Алла мейірімді, тәубелерді қабыл етуші деді.
Сөйтіп әлгі үш сахаба осылайша, яғни 50 күн ешкіммен араласпастан оларға былайша айтқанда бойкот жарияланды. Енді ғұламаларымыз осы аятқа негізделіп мына нәрсені айтады. Негізінде шариғат бойынша біреумен ренжіссеңіз 3 күннен артық ренжісуге болмайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде ла яхиллу лимриин муслимин ай яхджура ахаху фауқа салас деді. Мұсылман адамға өзінің бауырын 3 күннен артық араласпай тастап қоюына болмайды. Яғни 3 күннен артық араздасуға, ренжісуге болмайды деді. Дініміз 3 күн уақыт береді. 3 күн ренжі, қапа бол. Бірақ 3 күннен кейін бір-біріңнен кешірім сұрап, қайтадан араласу керек. Одан артыққа кететін болса, харам болып кетеді. Жалпы бізде де не дейді бағанағы бір сөз бар ғой, сондай. Ренжісу қандай бір матаның түрін айтады ғой, шайы мата кеп кетінше деп педі, сондай бір сөз бар. Яғни 3 күннен артық ренжісуге, араздасуға, сөйлеспей қоюға болмайды. Бірақ егер бір адам күнә істеп жүрген болса дейді, күнә істеп жүр, сол адамды тәубесіне келтіру үшін осындай бір жақсы мақсатта онымен араласуды тоқтатуға болады деді, 3 күннен артық. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мына жерде әлгі 3 сахабамен 50 күн ешкімді сөйлестірмей қойды. 50 күн. Сол сияқты егер біреу күнә істеп жүрсе, онымен де 3 күннен артық ойлансын, тәубе етсін деп араласпай қоюға болады дінімізде. Егер шынымен сол оған әсер ететін болса, яғни мен осы бір күнә үшін бауырларымнан айырылып жатырмын, туысқандарымнан айырылып жатырмын, құрысыншы, неге осы күнәға, осы жаман әдетке сонша жабысып қалдым, болды, қойдым деп ойланатын болса, тәубесіне келетін болса, осы тәсілді қолдануға болады. Бірақ ғұламаларымыз айтады, егер әлгі адам ренжіп, одан бетер ұзақтап кететін болса, күнәсін тағы да еселеп істеп жіберетін болса, мысалы біреуге сіз темекіні қойдыра алмай жүрсіз, сөйтіп сөйлеспей қойып едіңіз, ол бір темекі үшін мені адам қатарынан шығарып тастады, мені адам көрмей кетті, бұндай адаммен араласып не істеймін деп ренжіп, одан мысалы араққа салынып кетсе, немесе басқа бір жаман топқа қосылып кететін болса, ондай кезде бұндай әрекетке баруға болмайды. Неге? Өйткені бізде дінімізде ереже бар, бір зиянды басқа бір зиянмен кетіруге болмайды деді. Одан үлкенірек болған, немесе соның мөлшерінде, соның деңгейінде болған зиянмен жоюға болмайды деді. Яғни дінімізде осындай мәселе бар. Одан кейінгі Тәубе сүресінің соңғы беттерінде Алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жайында айтады: сендерге араларыңнан пайғамбар келді, сендердің бастарыңа түскен нәрсе оған ауыр тиеді, сендерге сондай ықыласты, мұъминдерге мейірімді, рахымды дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды Алла тағала осылай сипаттап жатыр. Пайғамбарымыз біз үшін қиналады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам біз үшін қуанады, пайғамбарымыз үмбетім деп өтті, үмбетінің жағдайы пайғамбарымыз үшін маңызды. Әлгі яһуди бала өлім төсегінде жатқан кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам кіріп, иман келтірші, ла иляха илlalloh Мұхаммад расулуллах деп айтшы, ертең саған араша түсейін, саған шапағатшы болайын деп, сол жерде яғни сондай бір жүрегінің түкпірінен шыққан сөздерін айтты. Бала әкесіне қарады, әкесі айтқан орында деді. Сөйтіп әлгі бала ла иляха илlalloh Мұхаммад расулуллах деп кәлимаға тілі келіп дүниеден өтіп еді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам солай жадырап, қуанып шықты. Құдайға шүкір, Алла тағала бұны тозақтан құтқарды деп. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің үмбет үшін алаңдайды, үмбет үшін қайғырады. Бір хадис бар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: мен сендердің худжаз дейді, худжазды белбеу деп алсақ болады, белбеулеріңнен ұстап алып тозақтан кері тартамын дейді, тозақтан ұзақтатайын деп. Сендер болсаңдар
әлгі отқа ұрынған көбелек секілдісіңдер дейді. Қайта-қайта отқа ұрынасыңдар дейді. Кейбіреулердің қолынан шығып кетесіңдер дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам біз үшін осылай біздің қамымызды жейді, біз үшін алаңдайды. Одан кейін бізде Юнус сүресі басталады. Юнус бұл біздегі қазақшада Жүніс. Жүніс пайғамбар. Юнус пайғамбар әлгі кит жұтып, киттің қарнында болған пайғамбар болып табылады. Құранда Алла тағала осы сүреде فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُس. Осы Юнустың қауымына ғана иманы пайдасын берді дейді. Негізі қарап отыратын болсақ, пайғамбарлардың көбісінің қауымдарына жаза келген кезде олар аман қалған жоқ. Бірақ Юнус пайғамбардың Алла тағала қауымын аман алып қалды. Олар иман келтірді. Аллаға иман келтіріп, қателіктерін түсінді. Сөйтіп Алла тағала олардың тәубелерін қабыл етті. Юнус алейхиссалам ренжіп оларға арасынан шығып кетіп, кемеге мінеді. Сөйтіп кемеден суға тасталып, кит жұтады. Ол оқиға Саффат сүресінде келеді. Сол Жүніс пайғамбардың аты берілген сүре бұл. Аты берілгенде, яғни солай аталып түскен. Енді Алла тағала осы сүренің 22-ші аятында көптеген адамдардың жағдайын баяндап береді. Олар деді, мысалы кемеге мінетін болса, кейін толқын болып, алай-дүлей болып, кеме аударылып кетейін деп сондай бір қиын жағдайға тап болатын болса, олар сондай ықыласпен дұға қылады дейді. Я Алла, бізді құтқарсаң, біз шүкіршілік қыламыз. Болды, бұдан былай сенің тақуа құлдарыңнан боламыз деп шынайы жүректермен дұға қылады дейді. فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ. Бірақ Алла құтқарса, олар қайтадан жер бетінде даңдайсып шектен шығып кетеді дейді. Бұл көп адамдардың өкінішке орай табиғаты. Басына қиындық түскен кезде Құдайды есіне алады. Басына қиындық түскен кезде жалынып жалбарынады, мешітке барады, садақасын береді. Мысалы, бір авария болып қалды. Жан сақтау бөлімінде жатыр. Барады да, не істейді? Мешітке барып, садақасын беріп, дұғасын жасап. Бірақ одан алдын ол мешітке келген емес. Садақасын берген емес, намазын оқыған емес. Алла тағала айтып жатыр, басына қиындық түскен кезде олар ықыласпен шынайы дұға жасайды дейді. Алла кейін құтқарса, олар тағы да жер бетінде шектен шығады дейді. Яғни басын Құдайға шүкір дейді да, бірақ кейін больницадан, ауруханадан жақсы болып шықса, қайтадан Құдайды ұмытып кетеді. Кейін сол адам үйленіп жатса, арақпен той жасайды, тағы да басқа да сондай. Яғни адамдардың көбісі басына қиындық түскен кезде ғана Құдайды есіне алады. Алла тағала бұл істің дұрыс емес екендігін, қате екендігін, дұрыс жол емес екендігін айтады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің хадисінде «Тағарраф илаллахи фирраха, я'рифка фишшидда» дейді. «Тағарраф илаллахи фирраха, я'рифка фишшидда». Алламен қуанышты, жақсы күндеріңде бірге бол, Алланы таны, солай етсең, сол кезде, басына қиындық түскен кезде, Алла сенімен бірге болады, сені таниды дейді. Мысалы, сіздің бір туысқаныңыз бар. Ол туысқаныңыздың қызметі жақсы, қолынан біраз тірлік шешу келеді. Сіз оған, мысалы, қуанышында құттықтамайсыз, баласы үйленіп жатса құттықтамайсыз, тойына шақырса бармайсыз, онымен араласпайсыз. Сізге звондаса көтермейсіз. Сөйтесті, кейін басыңызға іс түссе, оған звондайсыз. Ол сізге не дейді? Көтеріп, ой, рахмет, Алла разы болсын, мені қазір шешіп берем деп айта ма? Олай етпейді. Адамдар да тура сондай. Алла тағала оны хайя аля салах, хайя аля фалах, намазға кел, құтыл деп қайта-қайта намазға шақырса, намазға келмейді.
мен саған берген рызықтан, мынау дүниеден, мал мүліктен көп емес, бір 2,5%-ын кедейлерге бер, жағдайы жоқтарға, сол осы дүниеңнің шүкіршілігі болсын деп Алла тағала айтса, зекетін бермейді, Алланың айтқандарын орындамайды. Ол казиноға, Лас-Вегаске барады, сол жаққа барып $300,000, $500,000, $1 миллион дейін мысалы жеңіліп келеді, бірақ $5,000 қиып қажылыққа бармайды. Сөйтеді, кейін басына қиындық түскен кезде я Алла дейді. Басына түскен кезде мешітке келіп 7 теңге, 14 теңге, 21 теңге, кейбір адамдар болады, осы солай садақа беру керек деген кезде солай есептейді. Қарасаңыз 7 теңге, 14 теңге, немесе бағанағы 1000 теңге берсе де, ар жағына сол 7-мен көбейткен кезде қанша шығады? 1000 бір нәрсе шықса, тура арғы алып келеді. Қызық енді. Неше түрлі адамдар бар. Сөйтіп, мәселені шешіп алғысы келеді. Алла тағала бұл істің дұрыс емес екендігін айтады. Яғни Алла тағала ол скорый помощь емес, тек қана ауырған кезде, қиналған кезде ғана звондайтын. Алла сізді намазға шақырып жатыр, құтылуға шақырып жатыр. Алламен жақсы күндеріңізде бірге болыңыз. Сол кезде Алла тағала басыңызға қиындық түскен кезде сізбен бірге болады. Лиллазина ахсанул хусна ва зияда. Мынау 26-шы аятта Алла тағала жақсы болғандарға, ізгі болғандарға жақсылық бар дейді. Жақсылық бұл жерде жәннат, ва зияда, және одан артығы бар дейді. Одан артығы деген, бұл артығы деген сөздің тәпсірінде ғұламаларымыз ол Алланың дидарын көру дейді, Алланы көру дейді. Жәннаттағы ең үлкен нығмет бұл Алланы көру болып табылады. Алла тағала баршамызға сол жәннатқа кіріп, жәннатта пайғамбарымызбен бірге болуды, Алла тағаланың жамал дидарын, Алланың жүзін көруді нәсіп етсін. Мына жерде 63-ші аятта Алла тағала «Әла инна әулия Аллахи ла хауфун алейхим ва ла хум яхзанун, аллазина аману ва кану яттақун». Алланың әулие құлдарына қорқыныш жоқ және олар қайғырмайды дейді. «Аллазина аману ва кану яттақун». Олар кімдер? Аллаға иман келтіріп тақуа болғандар дейді. Кез келген тақуа адам бұл Алланың уәлиі, яғни Алланың әулие құлы болып табылады. Кімде-кім тақуа болса, ол Алланың уәлиі. Уәли деген дос деген сөз. Әулие деген соны көпше түрі, әулие, достар деген сөз. Біз әулие деп бір адамға қолданамыз. Араб тілінде уәли, дос, әулие, достар дегенді білдіреді. Әулие дегеніміз, яғни әулие адам екен деген, яғни Алланың досы екен деген сөз. Яғни Аллаға жақын, Алланың сүйген қолы екен деген мағынаны білдіреді. Енді әулие деген ол міндетті түрде бір чудо көрсететін, былайша айтқанда, немесе бір сондай карамат көрсетуі шарт емес. Алла тағала қаласа оларға караматты береді, бірақ караматсыз-ақ әулие болуға болады. Және ғұламаларымыз айтады, жалпы бізде исламда адам құлшылық жасап, тақуалығы артуымен әулиелік дәрежесіне жете алады деді. Яғни тақуалықпен адам әулиелікке жете алады. Бірақ пайғамбарлыққа жете алмайды, өйткені пайғамбарлық бұл Алланың таңдауы. Алла таңдап қалаған құлын пайғамбар қылады. Ешкім құлшылықпен, тақуалықпен пайғамбарлыққа жете алмайды. Әулиелікке жете алады. Әулиелер олар иман келтіріп тақуалық істегендер. Тақуалық деген, яғни Алланың бұйырғанын орындап, тыйғанынан тыйылу. Міне сол тақуалық. Оларға қорқыныш жоқ және қайғы жоқ. Құранда, мысалы, жәннатқа кірген адамдарға да қатысты қорқыныш жоқ, қайғы жоқ, қорқыныш жоқ, қайғы жоқ деп келеді. Не үшін бұл екеуі бірге жүреді? Өйткені қайғы неге болады? Қайғы бұл өткен нәрсеге болады. Өткен нәрсеге адам қайғырады. Қорқыныш, алаңдаушылық бұл болашаққа болады. Яғни жәннатта жүрген адам бұл өткен шағы үшін қайғырмайды және болашағы үшін алаңдамайды. Сондай жүрек тыныштығында болады. Алла тағала баршамызға соны нәсіп етсін.
Нух пайғамбардың қауымын ескерткендігі айтылады. Одан кейін Муса пайғамбардың оқиғасы баяндалады. Біз өткен параларда да Муса алейхиссаламның оқиғасын айтып берген едік. Муса алейхиссалам оқиғасы негізі Құранда өте көп қайталанады. Кейін Фирғаунның не істегендігі, сиқыршылардың мұсылмандықты қабылдағандығы. Және мына жерде тағы бір тоқтала кететін нәрсе, 88-ші аятта Юнус сүресінің Алла тағала Мусаның дұғасын келтіреді. Муса дұға қылады. Уа Раббым, сен Фирғаунға, оның төңірегіндегі свита дейміз ба, элита дейміз ба, жанындағы сол өкіметінің мүшелері дейміз бе, соларға дүние бердің, мал мүлік бердің, мансап бердің. Олар енді сол сенің дүниеңді, мансапты, қолындағы күшті лиудиллу ан сабилик, саған қарсы пайдаланып жатыр деді. Сенің жолыңнан бұзу үшін, жолыңнан тайдыру үшін, адамдарды азғыру үшін пайдаланып жатыр деді. Раббана тумис аля амвалихим вашдуд аля кулубихим. Я Алла, олардың дүние мал мүлкін құрт, оларды жермен жексен ет. Олар сенің азабыңды көрмейінше, ауыр адамның жанын күйзелтетін азапты көрмейінше иман келтірмейді деп Муса алейхиссалам дұға жасап жатыр. Бұдан біз нені түсінеміз? Ғұламаларымыз айтады. Алла тағала біреуге дүние мал мүлік берген болса, оған сіз қуануыңыз керек. Өйткені Алла оған нығмет берді. Сіз Алланың нығметінің дұшпаны болмауыңыз керек. Көре алмаушы адам бұл Алланың нығметінің дұшпаны. Көре алмау деген бұл жаннаттықтардың сипаты емес. Бұл мұсылмандардың сипаты емес. Сол үшін жүрегіңізде көре алмаушылық болмау керек. Бір адам байып жатса, сіз оған қуануыңыз керек. Тек қана егер қайсы бір адам дүниесін, мал мүлкін жаман жолға пайдаланып жүрсе, Алланың жолынан адамдарды бұзуға пайдаланып жатса, сол жолға дүниесін жұмсап жатса, міне ол адамның дүниесіне қуануға болмайды, және Алла соны дүниесінен махрум ет, кедей ет деп дұға қылуға болады. Бір ғана жағдайда, егер дүниесін Алланың жолынан тосу үшін, адамдарды азғыру үшін, адамдардың Алладан ұзақтауы үшін дүние мал мүлікті сарып етіп жатса, ол адамның дүниесіне қуанбауға болады. Басқа адамдардың дүниесіне қуанасы, Алла дүниесіне мал мүлік бер, дүниесін өзіне, отбасына, бала шағасына қайырлы ет деп дұға жасайсыз. Ал бірақ кімде-кім сол Алланың берген нығметтерін, дүниені Алланың жолынан тосуға пайдаланып жатса, жұмсап жатса, онда ол адамға қарсы дұға жасауға болады осылай. Я Алла, мынаның дүние мал мүлкін жоғалт, дүние мал мүлкін құртып жібер, бұл тақыр кедей болып қалсын деп дұға қылуға болады екен. Мысалы, бір адам өзінің дүние мал мүлкін бір жаман канал ашуға пайдаланды. Біреу мысалы зина орталығын ашып жатыр, зина істелетін жерді. Біреу мысалы сауна ашты, біреу тағы сондай бір нәрсені ашты, біреу түнгі клуб ашты, біреу шарапхана ашты, біреу тағы басқа сондай, яғни дүниесін күнәға жұмсап жатыр. Күнә болғанда да тек қана өзі емес бұл жерде. Бұл жалпы адамдарды азғыру үшін пайдаланып жатыр. Мысалы, неше түрлі каналдар бар, азғындыққа шақыратын. Сондай канал ашты. Дінге қарсы жұмыс істейтін канал ашты. Ондай кезде оған қарсы дұға жасауға болады. Я Алла, сен бұған нығмет бердің, бірақ сол нығметіңді саған қарсы пайдаланып жатыр. Бұны нығметіңнен махрум ет деп дұға жасауға болады. Муса алейхиссалам Фирғаунға қарсы солай дұға жасады. Енді 89 аятта Алла тағала «Қала қад уджибат дауатукума». Не деді? Сен екеуіңнің дұғаң қабыл етілді деді. Екеуіңнің дұғаң. Негізі мына жерде дұғаны жасаған Муса деп тұр. Муса дұға жасады дейді.
Бірақ неге Алла тағала екеуіңнің дұғаң қабыл етілді деді. Екеуіңнің дұғаларыңды қабыл еттім деп жатыр. Екеуі деген кім бұл жерде? Мұса мен бауыры Харун пайғамбар. Екеуіңнің дұғаң қабыл болды деді. Не үшін екеуіңнің деп жатыр? Дұғаны жасаған Мұса ғой. Тәпсірінде ғұламаларымыз айтады, Мұса дұға жасады, Харун жанында әмин деп айтып тұрды деді. Әмин деп, яғни дұғаға қосылды дейді. Сол үшін де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан келетін хадис бар. Дұға етушімен соған әумин, яғни қазақша айтқанда әмин деп қосылып тұрған адам екеуі бір дұға жасағандай дейді. Мысалы, имам дұға жасап жатыр. Сіз қолыңызды жайып әмин деп отырсаңыз, дұғада ортақсыз. Ол өзіне дұға жасап жатқан жоқ. Демек, бұл баршаға ортақ дұға болып табылады. Кейін Алла тағала Мұса пайғамбарға қауымыңды алып Мысырдан шығып кет деді. Артынан Фирғауын қуады. Сөйтіп алдынан теңіз келеді. Құранда Алла тағала айтқандай, «Әнеdur биасакал бахар». Теңізді аса таяғымен ұр дейді. Сол кезде теңіз ашылады. Мұса алейхиссалам қауымы өтеді. Артынан Фирғауын сол жолмен өтпекші болған кезде су қайтадан қосылып кетеді. Енді Алла тағала айтады, «Хатта иза адракахул ғарақ». Енді ол ғарақ деген араб тілінде суға бату. Енді бізде қазақтағы қарық болдым деген сөз осы ғарақ деген сөзден шыққан шығар деп ойлаймын өзім. Неге? Себебі бізде мысалы қарық болды дейді. Қарық болды деген яғни батып қалды деген сөз. Батып қалды деген осы ғарақ деген сөз суға батуды білдіреді араб тілінде. Хатта иза адракахул ғарақ. Өзі көп сөздер түбірін қарап отыратын болсаңыз, сондай негізі араб тілінен шығады. Біздегі көп сөздер сол араб тілінен еніп кеткен сөздер бар. Парсы тілінен енген сөздер бар. Мысалы, сорпа дейміз. Сорпа ол араб тіліндегі шурба. Ішу немесе ішілетін нәрсе деген сөзден шығады. Біз мысалы шарап деп жатамыз. Шарап деген сол шарап, ішімдік деген сөз. Сол сияқты қарық болдым дегенде осы ғарақтан шыққан шығар, Аллаху алим. Бір Алла біледі. Қала әмәнту әннәху ла илаха иллаллази әмәнат бихи бану Исраил ва ана минал муслимин. Сол су қосылып, суға батып жатқан кезде не деді? Мұсаның артынан ерген Бану Исраил ұрпақтары сенген Құдайға мен де сендім, мен мұсылман болдым, я Алла, менің иманымды қабыл ет деп сол жерде дұға жасады. Алла тағала не деді? Енді иман келтіріп тұрсың ба деді. Вақад асайта қабил ва кунта минал муфсидин. Бұдан алдын сен жер бетінде бұзғыншылық жасадың, маған қарсы келдің. Енді өлім аузында тұрған кезде иман келтіріп жатсың ба деді. Сол үшін де иман келтіруге Алла тағала мүмкіндік ретінде беріп қойған уақыт бар. Сол уақытта біз иман келтіруіміз керек. Егер ол уақытта иман келтірмесек, онда кейін уақытынан кеш иман қабыл болмайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не деді? Алла тағала жан алқымға келгенге дейін адамның тәубесін қабыл етеді деді. Жан алқымға келген деген сөздің өзін ғұламаларымыз тәпсірлегенде, яғни болды міне, өлемін, міне өлетін болдым деп анық көз жетсе, енді ол жерде тура бағанағы жаны алқымға келуі, бағанағы аяғы суып, денесінің бәрі суып, өзі жанның шығуы аяқ жақтан басталады ғой, бірінші аяқтары суып бастайды. Аяғы суып келіп, жан алқымға келгенге дейін деген тікелей ондай мағынада емес дейді. Ол мысалы бір адам самолеттен құлап бара жатыр. Енді жаны алқымға келген жоқ қой әлі. Мысалы 11 километрден, әдетте 11 километр биіктікте ұшады ғой. Содан құлап келе жатыр. Енді қазір қайтыс болатындығы анық. Сол кезде иман келтірсе, оның иманы қабыл болмайды. Неге? Өйткені өлім аузында тұрған кезде иман келтіріп жатыр. Фирғауын да солай. Фирғауын да өлім аузында иман келтірді. Алла тағала оның иманын қабыл еткен жоқ. Сол үшін иман
келтіруге Алла тағаланың беріп қойған уақыты бар. Сол уақытта иман келтіру керек. Оны мынау Бақара сүресіндегі бір аятпен байланыстыратын болсақ, былай түсіндіруге болады. Алла тағала мұсылмандар жайында не деді? Аллазина юъминуна бил гайби деді. Аллазина юъминуна бил гайби. Олар ғайыпқа иман келтіреді деді. Енді өлім төсегінде жатқан адамға мынау ахирет, періштелер ғайып болмай қалады. Неге? Өйткені Құранда Алла тағала айтады, біз өлім сағаты келген кезде сенің көз алдынан пердені алып тастаймыз деді. Қазір біздің өмірімізде Алла тағала бізге қойып қойған перде бар. Сол үшін де құлағымызда перде бар. Біз мысалы періштелерді көрмейміз. Хотя періштелер мысалы арамызда жүр. Мешітке мысалы жұма күні періштелер есіктің алдында тұрады деді ғой. Біз ол періштелерді көріп жатырмыз ба? Көріп жатқан жоқпыз. Оң жақ сол жағымыздағы періштені көріп тұрмыз ба? Көріп тұрған жоқпыз. Алла тағала біздің құлағымызға перде қойып қойған. Қабірде азапталып жатқан адамдардың әшші дауысын хадисте келеді ғой. Адам мен жыннан басқа барлық жаратылыс естиді дейді. Адам мен жыннан басқа жаратылыстың барлығы естиді деді. Демек біздің құлағымызда перде бар, біз оны ести алмаймыз. Ал естісек, онда бәріміз тақуа болып кетер едік. Мысалы, кәпір бір оңбаған қайтыс болды, сөйтті да ол қабірге қойылды. Бір кезде қабірден шыңғырған дауыс естілді. Ол кезде барлық адам, мынау мұсылман емес еді, айқайлап, шыңғырып, қиналып жатыр дейді. Мысалы, бір әулие адам, мұсылман адам қайтыс болды, қабірге қойылды, оның қабірінен ондай дауыс шығып тұрған жоқ. Сонымен адамдар біледі ақиқаттың қайда екенін. Ол кезде бұл дүние сынақ дүниесі болмай қалады. Сынақ дүниесі болмай қалады. Сіз періштелерді көрсеңіз, мешіттің алдында тұрған, мысалы, ол басқа ғибадатханалардың алдына барсаңыз, періште жоқ. Мешіттің алдына келсеңіз, періште бар. Демек, ақиқат осы жерде. Сөйтіп адамдар исламды қабылдап кетеді. Ол кезде бұл дүние сынақ дүниесі болмай қалады. Сол үшін де Алла тағала біздің көзіміздің алдына перде қойып қойған, құлағымызға перде қойып қойған. Бізге мынау тылсым дүние дейміз ғой, барзах әлемі, осы өмірден басқасының барлығы біз үшін ғайып. Ғайып деген яғни көрінбей тұрған нәрсе. Көзден ғайып болды дейді ғой қазақта. Көрінбей тұрған нәрсе. Енді адам өлім сағатында, өлім аузында жатқан кезде, өлім төсегінде Алла тағала не деді? Біз сенің алдынан пердені алып тастаймыз, бүгін сенің көзің өткір дейді. Мысалы, сол қайтыс болайын деп жатқан адамның жанында туысқандар жылап отырады, оның басына келіп періште төнген кезде оны әлгі адам көреді. Неге? Өйткені Алла тағала оның көз алдынан пердені алып тастады. Пердені алып тастағаннан кейін мынау тылсым әлем, мынау ғайып әлем оған ғайып болмай қалады. Ғайып болмай қалады. Құранда Алла тағала не деді? Аллазина юъминуна бил гайби, олар ғайыпқа иман келтіретіндер деді. Бұл барлық ғайып болып тұрған кезде біз иман келтіруіміз керек. Ал енді перде алынғаннан кейін иман келтіретін болсаңыз, оның пайдасы болмайды. Сол үшін де бір ғалымның айтқан сөзі бар. Пайғамбар дейді. Пайғамбар ол таудың басында отырған адам сияқты дейді. Таудың шыңында. Таудың мына бетінде біз тұрмыз. Пайғамбар таудың шыңында отыр. Және адамдарға, ей халайық, мына таудың мына бетінде, екінші бетінде мынандай нәрсе бар, мынандай дүние бар деп айтады. Сол кезде пайғамбарға сенген адам оның сөзіне сенеді, сөзін қабылдайды. Ал сенбеген адам, кім барып келіпті ол жаққа, біз саған сенбейміз, сен жалғаншысың деп айтады. Кейін егер тауды Алла тағала алып тастаса, әлгі пайғамбардың таудың шыңында отырып айтқан сөзінің рас екенін сіз көрсеңіз, тауды алып тастағаннан кейін. Немесе сіз тауға шықтыңызда өзіңіз сөйтіп көрдіңіз, пайғамбар рас айтыпты деп. Ол кезде ғайып болмай қалды ғой. Сіз таудың мына бетінде тұрған кезде ол ғайып еді. Яғни ол жасырын нәрсе еді. Сіз жасырын кезде иман келтіруіңіз керек еді. Жасырын болмай қалды ма? Болды. Әшкере болғаннан кейін, аян болғаннан кейін, онда бәрі иман келтіреді. Ешкім жоқ деп айтпайды. Бұл нәрсе жоқ деп айтпайды. Неге? Өйткені көрініп тұр, болды. Сол үшін де иман Алла тағала мүмкіндік берген уақытта болу керек. Одан өтіп кетіп, өлім аузында жатқан кезде иман келтіретін болса, адамның иманы қабыл болмайды. Алла тағала баршамызға сол иманмен дүниеден өтуді нәсіп етсін.
Кейін Алла тағала не деді? فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً. Бүгін біз сені өзіңнен кейінгілерге үлгі болуың үшін денеңмен сақтаймыз деді. Перғауынды Алла тағала денесімен сақтап қойды. Перғауын қанша жылдардан кейін сол құмның арасынан, сол Қызыл теңіздің әйтеуір жағалауынан табылды. Алла тағала адамдарға үлгі болуың үшін біз сені денеңмен сақтаймыз деді. Оның денесі қазір әйтеуір әлемдегі музейлердің бірінде тұр. Міне Алла тағала солай уәде берген еді. Мен сендердің Раббыларыңмын деген даңдайсыған перғауында міне ғибрат алыңдар деп Алла тағала адамдарға ғибрат болу үшін оны денесімен сақтап қойды. Жалпы қысқаша бүгінгі оқыған аяттарымыздың мағынасы осы. Және Юнус сүресінің соңғы жағында Алла тағала айтады: егер саған бір зиян жететін болса, Алладан басқа оны ешкім кетіре алмайды деді. Егер Алла саған жақсылықты қалайтын болса, онда оны ешкім кері қайтара алмайды дейді. Алла тағала қалаған құлына жақсылығын береді деді. Қалаған құлына жақсылығын береді. Біз өткен парада мынандай тағы бір сүрені оқыдық, бір сөзді оқыдық. Алла қаласа сендерді бай қылады деді. Қаласа бай қылады, қаламаса бай қылмайды. Инналлаха алимун хаким. Және аяттың жалғасында Алла білуші және даналық иесі деді. Алла тағала барлық нәрсені біледі. Демек, сіздің бай болғаныңыз сіз үшін, сіздің ақиретіңіз үшін жақсы ма, немесе бай болмағаныңыз жақсы ма, Алла тағала оны да біледі. Сіз білмейсіз. Сіз ойлайсыз, мен бай болсам қазір керемет тақуа боламын, мешіттер салып тастаймын, медреселер салып тастаймын, тұрғызып тастаймын, ауруханалар тұрғызып тастаймын деп өткен сүреде оқыдық қой, сөйтіп уәде беретіндер бар. Бірақ байыған кезде сараңдыққа салынады деді. Сол үшін де Алла тағала біледі, сізге кедейлік жақсы ма, байлық жақсы ма. Және одан кейін Алла тағала хаким, даналық иесі. Даналық иесі деген, яғни әр нәрсені керекті орнына қоятын деген мағынаны білдіреді. Алла тағала әр нәрсені өзінің тиісті орнына қояды. Яғни мына жерде сізге қатысты байлық Алла тағала біледі, сізге байлық жақсы ма, кедейлік жақсы ма, және керектісін керекті орнына қояды. Сол үшін де адам, я Алла, маған қайырлы болғанын өзің нәсіп ет деп сұрау керек. Сіз білмейсіз сізге ненің қайырлы екенін, ненің жақсы екенін. Алла тағала біледі. Және Алла тағала айтады: айт ей адамдар, пайғамбарымыз айтып жатыр, сендерге Раббыларыңнан ақиқат келді. Кім тура жолда болса өзі үшін, адасса өзі үшін. Яғни біздің тура жолда болуымыз Алла тағалаға ешқандай пайда келтірмейді. Біздің Алланың жолынан тайып кетуіміз Аллаға зиян келтірмейді. Бүкіл атадан бастап бүкіл адамзат Аллаға қарсы келсе, Аллаға одан ешқандай бір зиян келмейді. Бүкіл адамзат мұсылман болып Аллаға құлшылық жасаса, Аллаға одан ешқандай пайда келмейді. Пайда зиян өзімізге. Құлшылық қылсақ, Аллаға иман келтірсек, пайдасы өзімізге. Аллаға қарсы келсек, зияны өзімізге. Алла тағала сол өзімізге пайдалы болған, яғни иманды баршамызға нәсіп етсін. Бүгінгі оқыған парамыз осы.